Жұмыртқаның қабығы 10 жылға жасартады. Әрбір әйел 30 жастан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай теріде босап салбырай бастайды. Алғашқы әжім іздерінің де көрініс беруі 30 жастан асқаннан кейін байқалады. Бұл кезде бет терісіндегі эластик коллаген жоғалта бастайды. Сондықтан мейлінше жастық қалпында сақтап қалуы үшін жұмыртқа қабығының да орасан зор көмегі бар екендігін біріңіз білсеңіз, келесі біріңіз хабарыңыз болмауы мүмкін. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана бір әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Ендеше ас үйге жиі пайдаланылатын азықтың бірі жұмыртқа екендігін белгілі болса, оның қабығына дейін пайдаға асыруға кірісейік. Салатқа немесе қамыр илегенде, кейде тамаққа жұмыртқаны қосқанда, кейде қабығын қоқыс шелегіне тастамай кәдеге жарата біліңіз. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауға болады. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып алыңыз. Егер де сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтардан тазартып алуы үшін сірке суымен де жусаңыз болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жұғымды да саусағыңызбен алып, тазартылған бет терісіне жағып қойыңыз. Қабықтың ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтер секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықша секілді бөлігін еппен абайлап қатты қабықтан ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал. Оны екі бөлікке бөліп, көз айналасында әжімдер көп шоғырланған аймаққа жапсыра қойыңыз. 10-15 минут ұстаңыз. Пленканы жапсырған кезде мимикаға жол жоқ. Күлмеңіз. Көз айналасына жапсырған пленка түсіп қалмас үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс. Сөйлеуге болады. Ендігі кезек сыртқы қабығында. Қатты қабықты тазалап, жуып, ұсақтап құрғату үшін майлықтың үстіне жайып қойыңыз. Әбден кепкенін күтіңіз. Ол үшін 2-3 күн күтіңіз. Кепкен қабықты алып ұнтақтаймыз. Блендермен немесе дәкені 2-3 қабат етіп, қабықты орап алған соң сыртынан балғамен ұрып ұнтақтаңыз. Кәдімгі ұн секілді болып түйіршік қалмайтындай ұнтақтағаныңыз жөн. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізді жарып, теріге зақым келтіріп алмас үшін. Содан кейін бетіңіздегі ақуызды жуып тастаймыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алатын уақыт бар. Ол үшін бір ас қасық кез келген айранға немесе йогуртқа жарайды. Бір шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып араластырып алыңыз. Содан бетіңізге масканы щеткамен жағып шығыңыз. Қолмен жууға болмайды және уқалаудың массаждың қажеті жоқ. Жай ғана масканы жағып шығыңызда 15 минуттай масканың кепкенін күтіңіз. Кепкенін байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көріңіз. Содан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен сылып алып тастаймыз. Артынан қалған қалдықтарын жылы сумен жуып тастаймыз. Егер бетіңіз терісі майлы болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ. Ал құрғақ тері болса, маскадан соң міндетті түрде нәрлендіргіш крем жағуға болады. Бетіңіз сергіп, жаңарып қалғанын байқайсыз. Бұл масканы құрғақ тері үшін аптасына 2, тіпті 3 рет жасауға болады. Майлы тері үшін аптасына 1 рет осы масканы жасап тұрсаңыз жеткілікті. 4 аптадан соң теріңіздегі жасарып, әжімдердің тартылып, әдемі терге ие болғаныңызды сезесіз. Егер сіздерге пайдалы ақпарат ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Арнаға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Дендеріңіз сау, әрі жап-жас болыңыздар.